Сенбіде анамның туған күнін өткізді. Көп қонақтар келді, нағашылар, тәтелерім және ағаларым. Содан кейін не болды? Мені қонақтармен бірге дастарханға отырғызды. Керемет, нені Алистің дастархан басына отырғызған жоқ, қалай өтті? Тамақтары өте дәмді болған, қызық және күлкілі әңгімелерді естідім. Жолым болды екен. Мен де үлкендермен бірге отырғым келеді. Ол үшін не істеу керек? Ерекше ештеңе жоқ. Әшейін сұрақтарына жауап бердім. Түсінікті. Бұнымен біткен жоқ. Басында бәрі жақсы болған. Ең қызығы алдыда. Қонақтар баяғы заманның өлеңдерін айта бастады. Сұмдық. Рас па? Рас. Сосын қонақтар маған тиісіп, сен неге өлең айтпайсың дейді. Ал сен не істедің? Мен сөзді білмеймін деп ақталдым. Бәрекелді, жақсы амал тауыпсың. Сенбіде әкемнің туған күні. Қонақтар